Мен Нұршабек Алдашбек Аманұлы, осы Аққұм ауылында тұрамын. Бала кезімізден школ-интернатта оқып, кітаптарды көп оқыдық. Әлде де қазір де оқимыз. Үйде немерелеріммен оқуға үйретіп жатырмын. Жайлап оқып, кітап оқыған өздеріне пайдалы. Өзіміз оқығанда бұрыннан Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқыдық. Ілияс Есенберлиннің Қаһар, Алмас Қылыш романдарын оқыдық. Кемел Тоқаевтың Түнде атылған оқ, Сарғабындағы болған оқиғалар романдарын оқығанбыз. Қазір де бос уақытымызда немерелерге үйретіп, кітап оқуды әдетке айналдырып жатырмыз. Кітап оқыған өздеріне пайдалы. Ал енді қазір мына немерем үлкені Аяна Абай Құнанбаевтың өлеңдерінен несін айтсын. Аяна қызым. Абай Құнанбаев: ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаптанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге ғашық бол. Адам болам десеңіз, тілең өмір алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, емдек бекел мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 дұшпан іс көнсеңіз. Абай Құнанбаев: жазғы тұры қамайды құстың сызы, масаты да құлпырай жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса жердің жүзі. Кешкісін бір мезгіл немерелеріме кітап оқуды үйретемін, және де осы тыңдауын ұнатқан балаларға, оқушыларға кітап оқуға кеңес беремін. Оқыған өздеріне де, үйренген өздеріне пайдалы.